Ұрланған той. Мереке мен Маржан егіз қозыда еркелеп өскен екі ағайынды бауырдың үлпіл деп өсірген жалғыз қыздары. Мереке Мәліктің үлкені. Қара шаңырақтағы ата-анасының жиған тергенін басып қалған ол, жастайынан озбыр, бір беткей, айтқаннан қайтпайтын қыңыр қырсықтың нақ өзі. Төрт ұлдың кенжесі Мәліктің дәурені жүріп тұрған шақ. Келіншегі Айгүлдің танау аспандап, үлкенді үлкен, кішіні күшік құрлы көрмей, күйеуінің арқасында тайраңдап жүрген. Үлкен қызы мерекеден соң 10 жыл тосып, егіз ұл тапқан ол үй шаруасына үлгере алмай, екі бірдей қошақанға қарай алмаған соң, абысының қызы Маржанды үйіне жиі шақыратын. 13-ке жаңа толған қыздың балаға да, үй шаруасына да ебі зор. Өзінен алдыңғы ағаларының киімін үтіктеп, кейінгі бауырларының оқуына көмектесіп, әбден шаруаға еті үйренген Маржанға мерекемен ойнап жүріп үйді жинау, тамақ жасау түк емес еді. Бір көшенің бойында тұратын бауырлар Мәлік пен ағасы Сәкеннің үйлерінің арасы оншақты. Мәлік күні бойы үйінен шықпайтын. Әкесінен қалған қожалыққа барып, жұмысшыларға айғайлап, айлық бермеймін деп қоқан-лоқы көрсеткені болмаса, басшысы дұрыс болмағасын жұмыс тұралап, бұрынғыдай көл-көсір табыс екі есеге азайған. Ағасы Сәкенді бас есепші тағайындағанымен, ол жұмыста қара жұмысшының да шаруасын атқарып, інісінің берген жалақысына қарап, отбасын асырауға мәжбүр. Себебі әкесіне берген уәдесі бар. Бақилыққа аттанар алдын Мәлікке дайын асқа тік қасық болмаса, өмір бойы жеңілдің үстімен жүрген кенжетайға өмірді сүру қиынға соғар. Егер әкем десең, мына бауырыңды өзің жетілдіресің, әрі негізін қалаған кәсіпті өзің іштей қадағалайсың деп өсиет еткен. Ортаншы екі ұлдың бірі шетелде, енді бірі қалада. Ол екеуіне ауыл шаруашылығының исі мұрнына бармақ түгілі, ауыл десе жиырынып, қалаға шеге де бекіп алған. Сәкен мен Лаура 5 бала шағасымен тікелей сол қожалықтың табысымен ғана бауыры Мәліктің көңіліне қарап өмір сүруге мәжбүр. Лаура мектепте мұғалім. Қызы Маржанды жастайынан ширатып, тірлікке епті етіп өсіріп бақты. Ал өзіндей келінінің қызы Мерекенің аңдығаны ақша мен телефон. Нағыз әкесі сияқты шолжаң еді. Уақыт зырлап өте берді. Балалар шетінен оқуға түсіп, кезек-кезек қыздарға келіп жетті. Маржан анасының жолын қуып мұғалімдікті таңдап, Алматы қаласына кетті. Группалас құрбыларымен тез тіл табысып, жатақханада Айзере, Мақпал, Жансая деген әр өңірден келген қыздармен бір бөлмені бөлісті. Оқуда озат қыз университетте де өткір ойларымен, озық пікірімен көзге түсіп, лидер болып, үнемі көзге көрінетін. Тобының старостысы. 24 студенттің бірде класына ие болып, әркез көмегін аямайтын жанашыр қызды бәрі де шынайы жақсы көретін. Ауылдан арқаланып, соғымымен алма, жаңғағын зілмендей көтеріп жиі келіп тұратын әкесіне еркелей ұрысып, неменесіне әуре боласыз, шәкіртақым тамақ пен қажетіме жетеді ғой деп, әкесінің шығындалғанын қаламайтын. Одан да бауырларымен сол етті асып жесеңіздер, менің де көңілім тоқ болар еді ғой деп, әкесін құшақтап, әжім басқан екі бетінен кезек-кезек шөпілдетіп сүйіп алды. Университеттің гүлзарында ұзақ сырласып, әкесіне кейде жан ашитын Маржан. Әке, сізге марқұм атам еш ренжімес. Мүмкін болса қарауылдыққа ауыссаңыз да жеңілдеу жұмыс табыңызшы. Анамнан естідім, жалақысыз жүргендеріңізге 4 айдан асыпты ғой. Мәлік көкемнің ішкілікке салынғаны да жүрегім ауырады. Бір сіздің құрақ ұшып жүгіргеніңізбен ештеңе өнер емес қой. Біз үшін жаныңызды қинамаңызшы. Атам сізге ренжімес. 7 жылдай кәсіпті ұстап тұрған сіз ғой. Өзіңіз жалақы алмасаңыз да, барлық жұмысшының айлығын түгендеп, Мәлік көкеме де үлес беріп отырсыз. Шаршадыңыз ғой деп,
қорсылдап жылап қалған қызына емірене қараған әке: ботам-ау, неге бізді уайымдайсың? одан да сабағыңды оқы, бауырларыңа үлгі бол. Ауылда мерекеде әпкем сияқты мұғалім болам деп мұғалімдерді шулатып жүр екен. Әй қайдам, сол Еркетайды 9 жыл оқуды қатырмаған 2 жылда айды аспанға шығармас. Қайдан білім миына қонар екен деп отырмыз. Алла бағын ашсын. Ол да бір менің қызым ғой. Сәкен ауылдың кешкі автобусына үлгеруге асығып Маржанымен қайырласты. Әкесіне шәкіртақысының азын аулақ жинаған ақшасынан ұсынған Маржан қой алмаймын деген әкесінің қалтасына тықпалап, күлімдеп шығарып салды. Ұнжырғасы түсіп, жатақханасына қайтып жатқан жолда бір топ жігітті аңғармапты. Қарындас, балмұздақ, деп олар тисе бастады. Зәре құты қалмай жүгіре жөнелді. Артынан қабаған ите қуа жөнелген жігіттерді көрген бойда Маржанның алдынан шығып, бауырына басқан жігіт құтқарып қалды. Жігіттер, бұларың не? Қыз көрмегендей. Сендердің бұлай қуатындарың не болды соншама? Сен кімсің, кет әрі? Біз қызбен таныспақшымыз. Естерің дұрыс па? Мал сияқты танысатын кімсіңдер сендер? Көке, сен кімсің өзі? Жіберде бұлай жайыңа кет. Бұл менің қызым, Есличо. Өздерің тайып тұрыңдар. Танысқыштарын бұлардың, деп сес көрсетіп еді. Жігіттер жан-жаққа тарқасты. Әлгі бейтаныс жігіт қолынан сытылып шыққан Маржан: рахмет сізге, деді де жатақханаға қарай жылдам кетті. Мазасы болмай, түтігіп бөлмеге кірген Маржаннан мән-жай сұраған қыздар әлгі бұзақыларға шуланды. Біздің университеттің старшактары болса дереу деканатқа айту керек. Жоқ, олар тым дөрекі, көшенің жігіттері-ау. Құтқарған батырды алдын көрген бе едің? Кім болды екен ол батыр өзі, деп қыздар түнімен болған жайды талқылап, таң ата көз іліп, төртеуі де сабақтарына кешігіп қалды. Маржан қалай да құтқарушы батырды табуды ойлады. Аз ғана уақытта бауырына басқан батырға бауыр басып қалғандай. Іздеп, тағы да кездесіп қалуды армандады. Бірақ ол жігітті қайдан іздеймін? Мүмкін үйленген жігіт шығар. Қазір маған оқу маңызды. Ару қала Алматыға жігіт емес, арман қуып келдім ғой, деп есін жиып сабағына ден қоя бастады.